остеопат сеанс туралы өзі әдене сызып айтқым келіп тұр. Бұл негізі мен сізге келіп, бұл аты остеопат, оның остеопат сеанс екенді білдім да. Кейін сізден сұрап, кейін соңғы күндерінде сұрап, оған шейін мен оны үйдегілер, жұбайым солай сұрағанда болса, массаж деп массаж емес, ұрып емес, алдыңғы нелерді алсақ лечениялар ондай емес, бірақ массажда не қыласың ғой, расслабление жатасың, не болады. Ал бұл неде қолмен басып, былай созып, бұлшықеттерді тартып солай істеді дедім да, мен солай түсіндірдім. Кейін сізден уже остеопат сеанс дегенсін, бұл туралы уже сізден былай атын естіп не қылғансын, мен уже оған махаббат қойдым. Сосын енді өзімде де бір түсінік пайда болды. Бұл нәрсеге ол не то, что ол маған ұқсап шейіне остеохондроз бар, қиналып жүрген келіншектер, әйелдер емес, бүкіл әйелдер қауымын мен шақырып қалатын едім. Өйткені әйел жұмыстан жүгіргілеп келіп тамақ жасайды, оны жинайды, жуады деген сияқты, бәр жақты жинап қояды, балдардың сабағына да әйел қарайды деген сияқты. Ол да уже әйелдің миын шаршатады да, ол әйелдердің барлығы сол проблеманың барлығын иықпен көтеріп жатыр да. Бұлай қарағанда мойынмен иықпен көтеріп жатыр, и айтып жатырмын ғой жаңағы, шейіне остеохондроз жоқ адамның, әйелдің өзі шаршайды. Сол үшін келіп кемінде 3 күн, 5 күн хотя бы алып тұру керек. бұл бұдан демалады адам. Вечно шаршап жүрген жақсы ма? Айына бір стресс атып тұрған жақсы ма? Бұл да бір стресс атудың бір жол деп білем, былайынша. Мейлі бір ай болмаса 2-3 айда бір, құрбы жеткенсе 5-6 айда бір. Бірақ өмірімізде бір рет алмадық қой біз бұны. Мен негізі барым білген жоқпын. Барынша бұдан кейін 5-6 айда болсын, 2-3 айда болсын әрекет жасаймын.